Баршаңызға сәлем. Мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Мен сізге осында оюдың тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Ең бірінші, осында ақ бет қағазға оюды сызып алатын боламыз. Сызып қиып аласыздар. Мен қиып дайындап алдым. Енді оны ақ матаға қондыратын боламыз. Оюдың ұзындығы мен ені 29-да 29. Ақ матаның ұзындығы мен ені 39-да 39 болады. Мен екі матамда велюр мата, оның ұзындығы мен ені 39-да 39 болады. Қоңыр түсті матадан екі өлшеп қиып алдым. Дәл сол размерде ақ матадан да екі қиып алдым. Мына жұқа материал, бұл паутина дейді. Бұл матаның сыртын осымен жабыстырып клейлейтін боламыз. Бұл жабыстырған кезде бұл бір жағы клейден қалады. Ең бірінші ақ матамыздың теріс жағын бетіне қаратып аламыз. Оның үстіне қиылған паутинаны үстіне қоятын боламын. Маған осындай сама клеюші керек. Осындай сатылады. Соның ақ бетін алып алып, осымен клейтін боламыз. Сыртын осы алып тастаймын. Бұл жағы маған керек емес. Ақ матамыздың үстіне паутинаны жайып, оның үстіне сама клеюші дейді, обой. Соны үстіне қойып, қызып тұрған үтікпен қыздырып аламыз. Үтіктеп аламын. Қызып тұрған үтікпен осы қатты басып, үтіктеп алатын боламыз. Клейім жабысып қалу үшін матаға. Сол себепті үтіктеп аласыздар. Асықпай отырып үтіктейсіздер. Үтіктеп болдым. Енді оның сыртындағысын алып тастайтын боламын. Мен өстіп алып тастадым. Паутинам бұлға жабысып қалады. Барлық бұлды осылай клейлеп жабыстырып шығатын боламын. Бұны бірінші кептіріп аласыздар. Кептіріп болғаннан кейін матамыздың қақ ортасын шет-шетін осылай сызып аласыздар. Бұның енді қақ ортасын табу керек. Төрт шетін осылай сызып алатын боламын. Матаның тура ортасын белгілеп алдым. Енді сол ортаға оюымды дәлдеп отырып қойып алатын боламын. Оюым тура ортасы белгіленген ортаға дәлме-дәл келу керек. Төрт шетіндегі төрт бұрышы да төрт жаққа қаратып қойып аламын. Енді оны инемен чанчып төрт бұрышын чанчып аламын. Бұны маған сызғанда қозғалып кетпес үшін. Енді оны сызып алатын боламын. Барлық жерін асықпай отырып, тура сызып шығасыздар.
маталарымды осылай қиып алдым, оюдың барлығын. Енді оларды ажыратып аламын қазір, екіге бөліп. Осындай әдемі қошқар мүйіз шықты. Бәрі дайындап қойдым. Енді бұны матаға қондыратын боламыз. Ең бірінші матаны 10 бет жағына оюымды үстіне қондырып аламын. Оюдың 4 бұрышы матаның 4 шетіне дәлме-дәл келу керек. Оюды мата қондырып алдым. Енді оны қызып тұрған үтікпен үстін басып, қатты басып үтіктеп алатын боламыз. Пар үтікпен үтіктеңізде сонда тез жабысып қалады. Міне осылай әдемі үтіктеп алдым. Өте әдемі жабысып қалды. Енді барлығын да осылай үтіктеп шығатын боламын. Матаның барлығына оюды жабыстырып, үтікпен үтіктеп алдым. Енді шет-шетін зигзагтап шығатын боламын. Оюымыздың барлығын шет-шетін зигзагтап тігіп шықтым. Өте әдемі қошқар мүйіз болып шықты. Мен канал ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.